Армысыздар, құрметті оқырмандар. Бүгін біз ескерту белгілері туралы айтып өтетін боламыз. Ескерту белгілерін сіздерге нақты түсіндіріп өтем. Ескерту белгілері дегеніміз бізде сізді белгілі бір қауіптен сақтау үшін орнатылатын белгілер. Ескерту белгілері елді мекеннің ішінде, елді мекеннің іші дегеніміз ол қаланың іші, ауылдың іші, яғни адамдар тұратын елді мекен, Қараңыз, жол жүріс қағидаларында қала, ауыл, аудан, облыс орталығы деген ұғым жоқ. Жол жүріс қағидаларында тек елді мекеннің іші және елді мекеннен тыс деген ұғым бар. Енді қараңыз, ескерту белгілері елді мекеннің ішінде сізге қауіпті аймаққа дейін 50-100 метр аралықта орнатылады. Ал елді мекеннен тыс 150-300 метр алдын ала орнатылады. Енді қараңыз, бұл не себептен олай? Ескерту белгілері сізге елді мекеннен тыс сіздің жылдамдығыңыз жоғары болғандықтан қауіпті аймаққа дейін өзіңіз алдын ала дайын болуыңыз үшін жылдамдық жоғары болады ғой, енді елді мекеннен тыс жылдамдық, рұқсат етілген жылдамдық жоғары. Сол себептен де 150-300 метр алдын ала орнатылады. Енді қараңыз, елді мекеннің ішінде 50-100 метр жеткілікті, яғни елді мекенде рұқсат етілген жылдамдық, ең жоғарғы жылдамдық 60 км/сағат. Сол себептен 50-100 метр алдын ала сізге мысалы тоқтау керек болса да, немесе кедергіні айналып өту керек болса да, ескерту белгісі алдын ала 50-100 метр орнатылса, ол жеткілікті. Құрметті оқырмандар, ескерту белгілеріне нақтылап тоқталып өтейік. Ескерту белгілері көп болғанымен сізге оны шатастыру қиынға соқпайды. Ескерту белгілерін бір түсініп алсаңыз болғаны, оның түріне қарап мағынасын түсініп алсаңыз болады. Енді қараңыз, мысалы теміржол өткеліне жақындау туралы осындай ескерту белгісі бар. Бұл теміржол бойындағы неше теміржол бар екенін көрсетеді. Яғни мынау біреу ғана орнатылатын болса осы белгі, ол кезде бір ғана темір жолы бар деген сөз. Демек, егер сіздің алдыңызда пойыз өтіп бара жатқан болса, сол пойыз өткеннен кейін барып, қауіпсіз екеніне көз жеткізіп, жүрісіңізді жалғастыра бересіз. Ал мына белгі болатын болса, ол кезде бірнеше темір жол бар екені ескертіледі. Яғни, бұл жерде бір пойыз өтіп жатса, демек тағы екінші жолда пойыз болып қалуы мүмкін. Сол себепті өте қырағы болу керек деген мағына. Осы белгілерді бұл дәл темір жол өтпелінің алдына орнатылады. Бағдаршам болатын болса, бағдаршаммен бірге орнатылады. Ал бағдаршам жоқ болатын болса, өзі орнатылады. Бұл белгі сізге темір жолдың неше темір жол бар екені туралы ескертеді. Келесі белгіні қарасақ, бұл белгі мысалға сізге темір жол өтпеліне жақындағаныңыз туралы ескертеді. Бұл темір жол өтпелінің шлагбауммен қамтылмаған екені туралы хабарлайды. Шлагбауммен қамтылмағанның қауіпті екенін білесіз. Шлагбаум жабық болмаса, қырағы болмай келе жатқан, телефон шығып келе жатқан жүргізушілер темір жолға өтіп кетуі мүмкін. Сол себептен де шлагбауммен қамтылған немесе шлагбауммен қамтылмаған деп екі белгі бөлек болады. Сізге алдын ала ескерту үшін. Құрметті оқырмандар, енді бізде келесі белгілер бар. Осы белгілерді көп адамдар шатастырады. Бұл белгілердің ешқандай қиындығы жоқ. Мына үш сызығы бар белгі сізге осы темір жол өткеліне дейін 150-300 метр алдын ала орнатылады. Ал мына бір сызығы бар белгі темір жол өткеліне дейін 50 метр алдын ала орнатылады. Енді қараңыз, мына екі сызығы бар белгі қайда орнатылады деген сұрақ туындайды. Екі сызығы бар белгі осы бір сызығы бар және үш сызығы бар белгінің қақ ортасында орнатылады. Құрметті оқырмандар, яғни сіз мына сызықтарға қарап темір жолға қанша метр бар екенін білесіз. Және оны не үшін білу керек? Әрине, мысалы темір жолға 100 метр алдын ала басып озуға болмайды. Түсіндіңіз ғой? Демек, мына жерде 50 метр тұрған белгіні көрсеңіз, демек басып озуға болмайды. Одан кейін осы мағынада сізге осы белгілер орнатылады. Енді қараңыз, келесі белгі бізде тең дәрежелі жолдардың қиылысы деген белгі бар. Ол сізге тең дәрежелі жолдардың қиылысы туралы ескертеді. Ол жерде ешкім басымдыққа ие емес, тек оң жақтан кедергі деген қағиданы қолданасыз. Яғни сіз оң жақтан келе жатқан көлікті өткізесіз. Трамвай жолымен қиылысу деген белгі бар. Бұл трамвай жолымен қиылысу деген белгі сізге мына трамвай жолымен қиылысқан кезде сіз трамвайға жол беруіңіз керек. Сол себептен де осы белгі сізге қауіпті аймақты ескертеді.